Бағы тайған Венесуэла. Бүгінде теледидардың бетін Венесуэла бермей тұр. Мұртты Мадуро мен жас Гуайдоны білмейтін адам аз шығар. Бұрын білмесе де қаңтардағы қақтығыс пен қарбалас оларды жалпақ дүниеге жар етті. Екеуі де президент. Я, ондай да болады екен. Бір адамда екі бас болуы мүмкін, бірақ бір елде екі басшы қалай болмақ деуіңіз ғажап емес. Қос басшы сием егіздері емес, тек саяси ұстанымдары әрқилы, бірін әскер жақтап, министр қостаса, екіншісін халық жақтап, Трамп арқадан қаққан. Сонымен Венесуэлада не болып жатыр? Саяси салқындық соғысқа әкелуі мүмкін бе? Дағдарыс неден басталды? Неге сүйреп барады? Жұмақ мекені. Венесуэла әлемдегі жұмақ мекені. Дәл осы сөздерді Венесуэланы алғаш көрген еуропалық айтқан екен. Тіпті оның әдемілігі мен су үстінде салынған үйлері кәрі құрлық тұрғындарын таңдандырып, оны олар кіші Венеция атаған. Кейіннен бұл атау Венесуэлаға айналып кеткен. Сол еуропалықтар бүгін Венесуэланы көрсе қалай атар еді? Бәлкім жердегі тозақ, немесе жоқшылық мекені, тапшылық елі, кедейлер мемлекеті деуі мүмкін. Тек жұмақ мекені деп таңдай қағып тамсанбайтын анық. Көре сала кемеден түспестен кері бұрылып Атлант мұхитын қайта кесіп өтер еді. Байлықтан кедейлікке. Өйткені бүгінгі Венесуэланың көрінісі жаппай жұмыссыздық, аспандап тұрған баға, қалжыраған халық, таскерең билік, миллиондаған босқын, ішкі бөлініс пен сөнген үміт. Венесуэла экономикасының негізін мұнай құрайды. Елдегі қаржының 95%-ын мұнай сатудан түскен. Алайда мұнай құдай емес. Оның құны түсіп бағасы құлдырайтын уақыт болды. Сол уақыт 2014 жылы басталды. 2014 жылы мұнай бағасы барелі $120 болса, 2015 жылы ол көрсеткіш $50, ал күз мезгілінде тіпті $32 дейін түсіп кетті. Яғни мұнай бағасы 70%-ға дейін құлдырады. Демек, Венесуэланың да жағдайы осынша нашарлады деген сөз. Осылайша ел бюджеті зеңбіректің оғы тиген нысанша омырайып қалды. Мұнай сату менен өндірудегі венесуэлалық гигант PDVSA компаниясы сыртқы елдерден алған қарызын қайтара алмауда. Салдарынан оған шетел компаниялары инвестиция құюдан бас тартуда. Ал ақш пен еуропалық бірқатар елдер аталмыш компанияға санкция салды. Басты себеп ретінде диктаторлық Мадуро режимінің негізгі қорық көзі осы компания деп атады олар. 2014 жылы басталған ірі экономикалық дағдарыс 5 жылдан кейін шегіне жетіп, халық билікке деген іштегі ашу-ызасын көшедегі көтеріліс пен алаңдағы айқай арқылы білдіріп жатыр. Онысы орынды да. 2013 жылы Венесуэла экономикасы 1,3%-ға, 2014 жылы 3,9%-ға, 2015 жылы 6,2%-ға, 2016 жылы 16,5%-ға, 2017 жылы 14%-ға, 2018 жылы 18%-ға төмендеген. Сарапшылардың айтуы бойынша 2019 жылы бұл көрсеткіш 35-45% арасында болуы мүмкін. 2013 жылғы елдегі жұмыс көрсеткіш 7,3% болса, 2018 жылы ол көрсеткіш 34,3%-ға жеткен. Әрине, бұл құлдырауға есі дұрыс халық қарап отырмасы анық. Инфляция ғарыштық
жылдамдықпенен өршіп барады. Бүгінгі күннің өзінде 1,7 миллион пайызға тең 2019 жылдың соңына дейін 10 миллионға жетеді деп күтілуде. Тіпті қайғылы соғыс, қанды қасап болып жатқан Сирияның өзінде де бұл көрсеткіш бар жоғы 750 пайызға тең. Инфляция салдарынан 5 жыл бұрын бір үй алатын қаржыға енді сіз бір тауық қана сатып аласыз. Сұмдық па? Сұмдық. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, Венесуэла халқы нашар тамақтану кесірінен 11 келеге дейін арықтап кеткен. Балалар арасында ішек және асқазан ауруы артқан. Өйткені экономикалық дағдарыстың себебінен құнарлы тамақ пен нәрлі дәрумендер мүлде жетіспеуде. Дағдарыстан елді тастап босып кеткендер саны 3 миллионнан асады. Халықаралық ұйымдардың гуманитарлық көмегін президент Мадуро кері қайтаруда. Біз кедей емеспіз деді жұмақ мекенінің басшысы. Сыртқы жүнді қампайтып көрсеткенмен ішкі экономикалық жұпындылық көзге тайға таңба басқандай көрініп тұр. Дауыл алдындағы Каракас. Қаңтардың 23-інде Каракас көшелеріндегі наразылық барысында халық оппозиция мүшесі Хуан Гуайдоны президент етіп сайлады. Гуайда салтанатты түрде бұқара халық алдында ант берді. Хуанды Трамп қуана мойындады. Еуропа Трампты жақтады. Қытай менен Ресей Мадуроны Біріккен ұлттар ұйымындағы да барынша мақтады. Содан бері Венесуэла дауыл алдындағы шын тартқан долылық кейпінде күн кешуде. Әлемдік қауымдастық екі тарапты президент пен президентті келісімге келуге шақыруда. ақш Мадуроны санкцияменен сергелдеңге саламыз, салынбаса әскермен қаламыз деп қасарысып отыр. Еуропа елдері әліптің артын баққан сыңай танытуда. Қытай Венесуэлаға құйған 70, Ресейге 17 миллиардтың сақтап қалуға әрекет еттері анық. Саяси мүдделердің мүзделіп жатқаны Бейжің мен Москваға жағымсыз фактор. Сол себепті де Ресей Вагнер жалданбалы әскерлерін Мадуроға көмекке жіберді. Венесуэла тарихындағы ең ірі әскери жаттығуға Ресей мен Қытайдың әскери кемелері қатысып жатыр. Соған қарағанда Мадуро соғыс қаупін жоққа шығармайды. Алдағы 2 ай бізде оңтүстік Америкадан ыстық жаңалықтар жеткізетін сиқы бар. Өзгенің сүрінуінен сабақ алу. Венесуэланың саяси экономикалық дағдарысына ұзақ жылдар созылған бірнеше факторлар әсер етті. Экономиканы әртараптандырмау, бір ғана табыс көзіне байланып отыру, сыртқы қарыздың тым көптігі, демократиялық құндылықтарды тұншықтыру, шешім қабылдауда қоғаммен санаспау, әлеуметтік саладағы реформаларды жүргізбеу, қаржыны тиімсіз жиындар мен бастамаларға салу салдарын бүгін көріп отырмыз. Біз үшін өзгенің қателігінен сабақ алу даналық болар.